Аурухананың дәлізінде түнгі тыныштық орнаған. Тек алыстан естілген аппараттардың бір қалыпты дыбысы ғана бұл үнсіздікті бұзып тұр. Жас дәрігер Нұрсұлтан халатын түзеп, алғаш рет өз бетімен науқасқа жауапкершілік алғанына іштей толқып тұр еді. Оның жүрегі кеудесіне сыймай, әрбір қадамын аңдап басып келе жатты. Бұл оның көптен күткен арманы, жылдар бойы оқып, ұйқысыз түндер өткізген еңбегінің жемісі. Палата есігін жайлап ашқанда, ол төсекте жатқан науқастың әлсіз тынысын байқайды. Жағдайы күрделі. Қағаздағы мәліметтерді қайта-қайта қарап, әрбір шешімді мұқият қабылдауға тырысты. Бірақ дәл сол сәтте тәжірибесіздік пен қорқыныш оның ойын шатастырып жіберді. Ол бір шешім қабылдады, бірақ бұл шешімнің салдары ауыр боларын ол сезбеді. Уақыт өте келе науқастың жағдайы күрт нашарлай бастайды. Аппараттардың дыбысы өзгеріп, бөлмеде алаңдаушылық күшейді. Нұрсұлтанның қолы дірілдеп, не істерін білмей қалды. Сол сәтте оның жан дүниесінде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Мен қателестім деген ой санасын жаулап алды. Тәжірибелі дәрігерлер жүгіріп келіп жағдайды өз қолдарына алды. Ал Нұрсұлтан палата бұрышында үнсіз тұрып қалды. Оның көзіне жас толып, жүрегін ауыр кінә сезімі қысты. Бұл тек бір қателік емес еді, бұл оның өзіне деген сенімін шайқалтқан соққы болды. Сол түні ол аурухана дәлізінде жалғыз отырып қалды. Ақ халаты енді оған ауыр жүк сияқты сезілді. Мүмкін бұл менің жолым емес шығар деген ой алғаш рет санасында анық естілді. Оның арманы үмітсіздікке айналып бара жатты. Таң ата бастағанда аурухананың терезелерінен бозғылт жарық түсті. Бірақ Нұрсұлтан үшін бұл таңның еш жылуы жоқ еді. Ол түні бойы көз ілмей, бір ғана оймен арпалысты: мен дәрігер болуға лайықпын ба? Кабинет есігінің алдында ұзақ тұрды. Ішке кіруге батылы жетпей, кері бұрылып кеткісі келді. Дәл сол сәтте есік ашылып, оның тәлімгері, тәжірибелі дәрігер шыға келді. Көзқарасы байсалды, бірақ бәрін түсініп тұрғандай еді. Нұрсұлтан, деді ол жай ғана. Кір. Кабинет іші тыныш. Қабырғадағы сағаттың тықылы ғана естіледі. Нұрсұлтан басын төмен салып, орындыққа отырды. Айтар сөз таба алмады. Бірақ тәлімгері үнсіздікті бұзды. Қиын болды, иә. Осы бір қарапайым сұрақ оның ішіндегі бар ауырлықты қозғап жіберді. Мен қателестім, деді ол әрең. Егер мен басқаша әрекет еткенде. Егер деп сөзін бөліп, тәлімгері жай ғана күрсінді. Дәрігердің өмірінде егер деген сөз көп болады. Бірақ сен бір нәрсені түсінуің керек. Нұрсұлтан үнсіз тыңдап отыр. Қателік бұл соңғы нүкте емес. Бұл сабақ. Ең қауіптісі қателеспеу емес, қателіктен қашу. Бұл сөздер Нұрсұлтанға бірден әсер ете қоймады. Оның ішінде әлі де күмән, қорқыныш бар еді. Бірақ мен қайтадан сондай жағдайға тап болсам ше? Тәлімгері оған тіке қарады. Тап боласың. Міндетті түрде. Бірақ айырмашылығы, сен енді бүгінгі Нұрсұлтан болмайсың. Ол үстел үстінен бір папканы алып Нұрсұлтанға ұсынды. Кел, қайта қараймыз. Әрбір қадамыңды. Қай жерде тоқтау керек еді, қай жерде басқа шешім бар еді, бәрін бірге талдаймыз. Сол сәтте Нұрсұлтан алғаш рет жалғыз емес екенін сезінді. Ішіндегі қараңғылықтың арасынан әлсіз болса да бір сәуле жылт еткендей болды. Күндер өте бастады. Ол бұрынғыдай сенімді емес еді, бірақ енді қашпайтын болды. Әрбір қателікті талдап, әрбір шешімді ойланып қабылдауды үйренді. Кейде қолы тағы да дірілдейтін. Бірақ бұл жолы ол тоқтамайтын. Себебі оның ішінде бір ой қалыптаса бастады. Мен құлаған жерімнен тұруым керек. Айлар өтті. Аурухананың сол баяғы дәліздері, сол дыбыстар бәрі бұрынғыдай. Бірақ Нұрсұлтан өзгерген еді. Енді ол әр қадамын сенімсіз емес, салмақпен басатын. Әрбір науқас тек міндет емес, жауапкершілік екенін жүрегімен түсінетін болды. Сол күні кезекшілік тағы да түнге түскен. Терезеден түскен қараңғылық пен әлсіз жарық араласқан тыныш сәттердің бірі еді. Кенет қабылдау бөліміне жедел түрде ауыр науқас жеткізілді. Жағдайы күрделі деген дауыс дәлізді жаңғыртты. Нұрсұлтан жүрегінің дүрсілін анық сезді. Қағаздар қолына тиген сәтте оның көзі бір сәтке тоқтап қалды. Белгілер, симптомдар бәрі таныс.
Өте таныс. Бұл сол жағдай. Дәл сондай. Өткендегі түн көз алдына найзағайдай жарқ етті. Сол қателік. Сол дәрменсіздік. Сол қорқыныш. Бірақ бұл жолы ол қатып қалған жоқ. Терең дем алып, ойын жинақтады. Уақыт жоғалтпаймыз, деді анық дауыспен. Қасындағылар оның үніндегі сенімді байқады. Ол әр қадамын нақты, асықпай, бірақ кідірмей жасай бастады. Қателескен жерін есіне түсіріп, дәл сол сәтте басқа шешім қабылдады. Бұрын байқамаған ұсақ детальдарға назар аударды. Аппараттардың дыбысы өзгеріп тұрды. Уақыт баяу жүргендей сезілді. Бірақ бұл жолы ол бақылауды жоғалтпады. Бір сәт, тағы бір шешім, тағы бір әрекет. Сосын аппараттың дыбысы бір қалыпқа түсті. Бөлмедегі кернеу біртіндеп сейіле бастады. Тұрақталды, деді біреудің сыбырлаған дауысы. Нұрсұлтан қолын баяу түсірді. Ол бір сәтке қозғала алмай тұрды. Жүрегі әлі де қатты соғып тұр, бірақ ішінде бір нәрсе өзгерген еді. Бұл жолы ол қашқан жоқ. Бұл жолы ол жеңілді деп сезінбеді. Ол басын сәл көтеріп науқасқа қарады. Ішінен бір ғана ой өтті. Мен үйрендім. Дәлізге шыққанда ол алғаш рет терең тыныс алды. Көкірегіндегі ауыр жүк жеңілдегендей болды. Өткеннің көлеңкесі әлі бар еді, бірақ ол енді оны басқармайтын. Себебі сенім қайта жанған еді. Таңның алғашқы жарығы аурухана терезелерінен қайтадан сығалап тұр. Дәл сол дәліз, дәл сол тыныштық, бірақ Нұрсұлтан үшін бәрі мүлде басқа еді. Кеше түнгі жағдай оның санасында қайта-қайта жаңғырып тұрды. Бірақ бұл жолы ол өткендегі ауыр сезімдерді емес, ішіндегі өзгерісті анық сезінді. Бір кезде өзіне ауыр көрінген ақ халат енді иығына лайықтай орныққандай. Ол палатаға қайта кірді. Науқас тыныш жатыр. Аппараттар бір қалыпты жұмыс істеп тұр. Сол дыбыстар кеше ғана үрей тудырса, бүгін сенімділік сыйлағандай. Нұрсұлтан төсектің жанында біраз үнсіз тұрды. Бұл тек бір науқасты аман алып қалу емес еді. Бұл өзінің ішкі күресінде жеңіске жету болатын. Сыртқа шыққанда дәлізде тәлімгері қарсы жолықты. Көзқарастары түйісті. Артық сөздің қажеті жоқ еді. Жақсы жұмыс, деді ол қысқа ғана. Бұрын мұндай сөзді естісе, Нұрсұлтан өзін ақтауға тырысар еді. Ал бүгін ол жай ғана басын изеді. Себебі ол бұл мақтаудың артында қанша еңбек, қанша қателік, қанша күмән жатқанын жақсы білетін. Рахмет, деді ол сабырмен. Бірақ бұл рахмет тек сөз емес еді. Бұл сенім үшін, қолдау үшін, қайта тұруға мүмкіндік берген үшін айтылған алғыс болатын. Сол күні кешке Нұрсұлтан жалғыз отырып, алғаш жұмысқа келген күнін есіне алды. Сол кездегі қорқыныш, сенімсіздік, үміт бәрі көз алдынан өтті. Ол жымиып қойды. Үзілген үміт соңғысы емес екен деп ойлады ол. Кейде ол қайта жану үшін үзіледі екен. Енді ол қателіктен қорықпайтын болды. Себебі қателік оны әлсіз етпегенін, керісінше күштірек еткенін түсінді. Аурухана дәлізінде өмір жалғасып жатты. Жаңа науқастар, жаңа шешімдер, жаңа сынақтар. Ал Нұрсұлтан енді сол жолда сеніммен келе жатқан еді. Бұл оның соңы емес. Бұл оның нағыз бастамасы.